Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Саламатсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз радио байланыс. Жазып аламыз, дәптерімізді ашып. Сабақты бастамас бұрын бүгінгі көңіл-күйіміз жақсы болу үшін бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық, сабақты бастау үшін. Ал сіздерге бүгінгі күн табысты болсын және сабағымыз жақсы болсын. Бүгінгі өткен тақырыпты жақсы қабылдау үшін, бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлау үшін бір-бірімізге тілек айтайық. Ал бастаймыз. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Сары. Саған бақыт тілеймін. Рушана. Ағай, Рушана. Денсаулық. Ағай. Әрдайым бақытты болып жүр. Бүгінгі күнге не тілейміз? Көңіл болсын. Келесі. Әрдайым бақытты. Енді бүгінгі сабағымыз бізде радио байланыс. Радио байланыс біз 7-ші сыныптан бері физикаға танысқалы бері біз радио байланыспен танысқанбыз. Ең алғаш радионы ойлап тапқан кім? Орыс ғалымы Попов. Енді кішігірім өзіміздің балалық шағымызға оралайықшы. Балалық шағымызға оралған кезде бәріміз бірінші не істейтін едік? Радио. Енді қазіргі ғылыми революцияның дамығаны соншалықты бізде үйде не пайдаланамыз? Радио няня пайдаланамыз. Ол радио қабылдағыштың қызметі неде? Қандай қызмет атқарады? Хабарлар жеткізеді. Одан кейін радио телеграф деген бар, бұрын бізде срочный телеграмма деп айтылады. Қазір енді телефон дамығаннан кейін біз сообщение жазамыз бір-бірімізге чат арқылы. Алдында біз не жіберетіндік бір-бірімізге? Радио қабылдағышпен және радио хабарлама. Өзі бізге телеграмма келеді. Радио қабылдағыш біз қазір күнделікті өмірімізде жол жөнекей кетіп бара жатса, қоғамдық көлікте не болмаса өзіміздің автокөлігімізде радио қабылдағыштар бар. Және ол жерден бізде әр елге байланысты өздері радио қабылдағыштар келіп тұрады. Әр арна өзінің радиосында FM және AM толқындары болып бізге екіге бөлінеді. FM толқынында және AM толқынында болады. AM толқынында және FM толқынында. Енді жасаламыз. Енді радио байланыс түрлері. Радиолокация, радиотелефон, радиотелеграф, радиохабарлама және радиотелевидение. Радио қабылдағыштың схемасын сіздерді таныстырайын. Бірінші бұл қабылдағыш антенна, екіншісі тербелмелі контур, үшіншісі детектор, төртіншісі конденсатор, мынау резистор және дыбыстық зорайтқыш. Қабылдағыш антеннаға жеткен электромагниттік толқын таратқыш станция қандай жиілікпен жұмыс істейтін болса, жиілігі дәл сондай айнымалы ток туғызады. Қабылдағыш антеннаға қосылған тербелмелі контур
резонансқа түзу нәтижесінде жиілігі бізге қажетті таратқыш радиостанцияның жиілігінде еріксіз тербелісті ғана күшейтіп бөліп алады. Сұлбаға сүйене отырып, радио байланысының негізгі физикалық принципін жүзеге асырады. Таратқыш радиостанциясы жоғары жиілікті тербелістер, генератор, антеннада қоздыратын жиілігі, жоғары айнымалы тоқ, кеңістікте шапшаң өзгеретін электромагниттік өріс туғызады да, бұл электромагниттік толқыны түрінде тарайды. Нормально? Кішігірім бейнеролик көреміз. Бүгінгі сабаққа қатысты. В передающей антенне создается переменный ток высокой частоты. Ток вызывает переменное электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве в виде волн. Электромагнитная волна вызывает в приемной антенне переменный ток той же частоты, что и в передатчике. Если в цепи передатчика включить телеграфный ключ, превращающий сигнал в точки и тире, то на приемном устройстве будет получена определенная информация. Радио байланыстың негізгі принциптері: микрофон, жоғары жиіліктегі тербелістер генераторы, модуль Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабаққа жақсы атсалысқан балаларды бағалап өтейік. Бүгінгі сабақта жақсы атсалысқан бізде Зилалаға 5 деген баға қоямыз, Сарвараға 5 деген баға қоямыз. Қазір сабақтың соңында рефлексия алу мақсатында бүгінгі сабақтан өзіміз не алдық, қандай көңіл күй болды, қызықты сәттеріміз және қызықсыз сәттеріміз, нәтижелерді жақсарту керек деген мақсатта оқушылар кішігірім өзіміздің бүгінгі сабаққа деген қандай толықтырулар енгізу керек екенін қысқаша жазып өтеміз. Және бүгінгі сабаққа атсалысқан балдардың бәріне бағалаймыз, жақсы баға қоямыз. Үй тапсырмасы радио байланыс принциптері және екінші жаттығу. 14-ші жаттығудың екіншісі және үшіншісі. Үйге номері 14-ші жаттығу, екіншісі және үшіншісі. Радио байланыс принциптері. Енді бүгінгі сабақтан алған өзіміздің ойымызды кішігірім рефлексия ретінде жазып берсеңіздер.